Бүгін біз күнделікті өмірде кездесетін, бірақ өте аз адам мән беретін аса қауіпті тақырыпты қозғаймыз. Кейбір тағамдар дұрыс қолданылмаса, бірнеше секундтың ішінде өмірге өте үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Тұншығу, улану, аллергиялық шок сияқты жағдайлар 1 минутқа жетпей-ақ адам өмірін қатерге тіге алады. Бүгінгі видеода біз қандай тағамдар ең қауіпті саналатынын, неге олар қауіпті екенін және ең бастысы қалай сақтануға болатынын айтамыз. Суши дәмді ме, әлде өмірге қауіпті ме? Суши бүгінгі таңда ең танымал тағамдардың бірі, бірақ көп адам білмейтін қауіптері бар. Шикі балық ең үлкен қауіп. Классикалық сушиде шикі балық қолданылады. Егер балық дұрыс мұздатылмаса немесе ұзақ уақыт сақталса, оның ішінде паразиттер мен қауіпті бактериялар болады. Бұл ауыр улануға, іштің қатты ауруына немесе құсуға, тіпті ауруханаға түсуіне әкелуі мүмкін. Аллергия және анафилаксия. Сушиде балық, теңіз өнімдері, соя соусы және васаби бар. Кей адамдарда бұл қатты аллергиялық реакцияға әкеліп, дем жетпей есінен тануға дейін апарады. Балыққа қолайлы температура режимі сақталмаса, гистаминдік улану пайда болады. Оның белгілері: бет қызарады, жүрек қатты соғады, сонымен қатар бас айналады. Кімдерге суши ерекше қауіпті? Жүкті әйелдерге, балаларға, иммунитеті төмен адамдарға, сонымен қатар асқазан ішек ауруы барларға өте қауіпті. Егер саған суши ұнаса, лайк бас. Фугу балығы. Фугу әлемдегі ең қауіпті тағамдардың бірі. Себебі оның құрамында тетрадотоксин деген аса күшті у бар. Ең маңыздысы, бұл уға қарсы антидот мүлде жоқ. Егер адам уланса, тіл мен ерін ұйып, тыныс алу қиындап, бұлшық еттер салданады. Сана сақталған күйде адам тұншығып өліп кетуі мүмкін. Яғни адам бәрін естіп, бәрін сезіп жатады, бірақ қозғала алмайды. Фугу балығының құрамындағы удың әсер ету уақыты 30 секунд пен 1 минут. Жапонияда тек арнайы лицензиясы бар аспаз ғана фугу балығын дайындайды. Қателессе, клиент емес, аспаздың өзі сотталады. Жапонияда фугу дайындау үшін көп жылдық оқудан өтеді. Тыйымға қарамастан жыл сайын тіркелетін жағдайлар өте көп. Энергетик пен алкоголь. Энергетик пен алкогольді қосып ішу ең қауіпті комбинация. Себебі энергетик жүректі жылдамдатады, ал алкоголь болса ми сигналын тежейді. Нәтижесінде адам өзін мас емеспін деп ойлап, жүрек шамадан тыс жұмыс істейді. Көптеген жастар дәл осы қоспадан кенеттен жүректері тоқтап қайтыс болған. Әсері бірнеше минутта ғана болады. Қарбыз бен нитрат. Жазда бәріміз қарбыз жейміз, бірақ ерте піскен және арзан қарбызда нитрат көп болуы мүмкін. Нәтижесінде қанда оттек тасымалы бұзылады. Әсіресе балаларда көгеру, тыныс жетпеу, есінен тану сияқты белгілер өте көп байқалады. Өте қызыл, талшықсыз қарбыз күмәнді белгі. Өрік дәні жасырын қауіп. Өріктің дәнінің ішінде амигдалин деген улы зат бар. Ағзаға түскенде ол цианидке айналады. Егер өрік дәнін көп мөлшерде жесе, бас айналады, жүрек айниды, тыныс алу қиындайды, тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Табиғи болғанымен қауіпсіз емес. Бруцеллез жасырын қауіп. Бруцеллез жануарлардан адамға жұғатын өте қауіпті инфекциялық ауру. Қалай жұғады? Шикі немесе қайнатылмаған сүт ішу, үйде дайындалған ірімшік, қаймақ, сүзбелерден, сонымен қатар жеткілікті термиялық өңдеуден өтпеген ет немесе шикі піскен ет арқылы жұғады. Көп адамдар ауылдың сүті таза деп ойлайды, бірақ дәл сол шикі сүт бруцеллездің ең негізгі көзі. Бруцеллез бірден байқалмауы мүмкін. Бірақ ағзаға түскеннен кейін дене қызуы ұзақ уақыт түспейді. Буындар мен сүйектер ауырады, әлсіздік пайда болады. Ауру созылмалы түрге өтеді. Кей жағдайларда адам бірнеше ай, тіпті жылдап емделуге мәжбүр болады.
Сақтану жолдары: шикі сүтті міндетті түрде қайнату, үй сүтінен жасалған өнімдерді сенімді жерден алу, сонымен қатар етті толық пісіру. Шикі фасоль: шикі фасоль өте қауіпті тағам. Себебі оның ішінде фитогемоглютинин деген у бар. Нәтижесінде қатты құсу, іштің түйілуі, жүрек ырғағының бұзылуы пайда болады. Сол үшін фасольді толық қайнатпай жеуге болмайды. Ал сен осы тізімнен қайсысын жеп көрдің? Пікірге жаз. Сельд: тұздалған балық. Тұздалған балық қан қысымын көтереді, бүйрекке салмақ түсіреді, сонымен қатар ісінуге әкеледі. Ал дұрыс сақталмаса, улану қаупі өте жоғары. Үйде жабылған банкалар. Қазақстанда әр үйде бар нәрсе ол жазда жабылған банкалар. Қияр, саңырауқұлақ, личо. Бірақ осы банкалар қате жабылса, ботулизм ауруы пайда болады. Нақты қауіп: иіссіз, дәмі өзгермейді, бірақ уы жүйке жүйесін жансыздандырады, тыныс тоқтайды, кейде 1 сағатқа жетпей өлімге әкеліп соғады. Қазақстанда ботулизм жағдайлары жыл сайын тіркеледі. Көбісі осы үй консервісінен пайда болады. Статистикалық мәліметке сүйенсек, біздің арнаны 98% көрермендер арнаға тіркелмей көреді екен. Арнамызға тіркеліп, қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосыңыз. Тұз. Қарапайым тұз. Бірден көп мөлшерде қолдансаң, қан қоюланады, ми ісінеді, жүрек тоқтайды. Балалар арасында тұздан улану өліммен аяқталған жағдайлары өте көп. Даладан терілген саңырауқұлақтар. Негізінен улы және улы емес саңырауқұлақтар бір-біріне өте ұқсас болады. Сондықтан да көп адамдар улы саңырауқұлақпен шатастырып алып жатады. Бірақ саңырауқұлақтан улану әсері бірден емес, 6-24 сағаттан кейін бірақ байқалады. Бауыр істен шығады, құсу, есіне тану, сонымен қатар өлім қаупі жоғары болып келеді. Көбіне біз балық пайдалы деп ойлаймыз, бірақ кей жағдайда ол денсаулыққа қауіпті болуы мүмкін. Скумбрия. Гистамин қаупі. Скумбрия тез бұзылатын балық. Температура сақталмаса, онда гистамин жиналады. Гистамин бұл ағзада болатын биологиялық белсенді зат. Балық бұзылған кезде ондағы ақуыздар ыдырайды. Бактериялар әсерінен гистамин жиналып кетеді. Егер адам гистамині көп балықты жесе, онда беті, мойны қызарып кетеді. Бас айналып, бас ауырады, жүрек айнып құсады, тері қышынып, бөртпелер пайда болады. Ауыр жағдайда тыныстың қысқаруы болады. Бұл жағдай гистаминдік улану деп аталады. Ысталған балық. Ысталған балықта канцерогендер бар. Бұл тұз мөлшері өте жоғары болғандықтан адам организміне өте зиян болып келеді. Егер ысталған балықты көп жесе, асқазанға өте зиян, жүрек қантамырлар ауруына және онкологиялық қауіпке әсер етеді. Арзан алкоголь, яғни жасанды спирт. Қазақстанда өкінішке орай жалған алкоголь мәселесі бар. Ең негізгі қауіп метанол болуы мүмкін. Жалған алкогольмен уланған жағдайда оның әсері 30-60 минутта байқала бастайды. Соқырлық, ми зақымдануы, тіпті өлімге де әкеліп соғады. Бұл тағамдар біз күнде көретін, базардан, дүкеннен алатын, үйде жасайтын заттар. Қауіп экзотикада емес, қауіп білмей жеуде. Статистикалық мәліметке сүйенсек, біздің арнаны 98% көрермендер арнаға тіркелмей көреді екен. Арнамызға тіркеліп, қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосыңыз.